Достар, көкпар аттарында немесе мінгі аттарда үнемі кездесетін демікпе індетін ең өнімді жолмен емдеу әдісін білгіңіз келсе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Бұл індет көбінесе жұмысқа жегілетін жылқыларда, мініс аттарда, көкпар аттарында үнемі кездеседі. Ауру себебі зорығу, қалыптан тыс жұмысқа салу, арық күйсіз болу, мініп түсу қалыпсыз болу сияқты себептерден өкпенің қызметі ауырласады да осы ауруды тудырады. Ауру белгісі: бұл ауруға шалдыққан жылқылар аз қиналса болғаны ентігіп, екі танауы будақ-будақ дем шығарып, демін қысқа тартып тұрады. Демін ішке тартқан кезде қабырғалары адырайып көрінеді, құрғақ жөтеледі. Ал енді емдеуге келсек, бірінші, сумайдан 200 мл, ашты шыққан қара шайдан 1 литр, қайнаған судан 250 мл, жұмыртқадан 4 дана алып араластырып, 3 күнде 1 рет, әр күні 3 рет ішкізген соң, 2 ай шамасында мінбей қоя беріп, ұзақ уақыт дем алдыру керек. Екінші, қабынудың алдын алу үшін антибиотик және сульфаттық дәрілермен 3-5 күн емдеу жүргізу керек. Ол үшін сіздерге мынадай антибиотик дәрілерді істетуді ұсынамын. Бұл қытайский дәрі болғанмен өнімі өте керемет. 400 мл натрий хлоридқа мынадай қытайский тубау сайфуна деген дәріні араластырасыз. Оған 20 мл витамин С уколын араластырып, қан тамырдан укол етесіз. Егер бұл дәріні таппаған жағдайда пенсилинді қан тамырдан укол етулеріңіз керек. Мінекей құрметті достар, видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. YouTube арнамызда бұдан да көп құнды ақпараттар айтылады. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.